Ара сүтінің ем екенін білеміз бе? Ассалаумағалейкум құрметті достар, Адам организмі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіз естімеген ара сүті жайлы айтатын боламыз. Адам денсаулығына да, қоршаған ортаға да тигізер септігі көп ара шаруашылығына көңіл бөлінбей отырғаны әбден қынжылтады. Бүгінде ара балының 70%-ы Шығыс Қазақстанда өндіріледі. Оңтүстік Қазақстан облысының бірқатар ауданында да бал шаруашылықтары бар, бірақ аз ғана. Соңғы кездері араның сүтінен түрлі дәрі жасауға болатындығы анықталып, әлем елдері осыған белді бекем буып, білек сыбана кірісіп кетті. Мәселен, араның сүтінің өзі кәделеп, әртүрлі салада пайдаға жарата бастады. Бұл сөздің латынша атауы апилак, орысша маточное молочко деп аталады. Жұмыртқаны жарып шыққаннан кейін 14 күн өткен соң аналық аралар жұтқыншақ бездерінен сүт бөліп шығара бастайды. Оның құрамы көптеген пайдалы элементтен тұрады. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 40 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Ара сүтінің құрамында нуклеин, амин қышқылдары, түрлі дәрумендер, май және тағы да басқа микроэлементтер бар. Фармацевтикада одан апилак дәрісін дайындайды, әрі косметика өндірісінде кәдеге асырады. Ара сүтінің құрамын зерттеген ағылшын ғалымдары оның көптеген дертке шипа екенін анықтаған. Мәселен, жаңадан сауылған ара сүті адам денесіне түскен микробтардың одан әрі өрбімеуіне, қанға түсіп таралып кетпеуіне себеп болады. Қан қысымы үнемі жоғары болатындарға бұл таптырмайтын ем. Дәл осы диагнозбен ауыратындар ара сүтін ішкен соң құлағының шулағаны басылып, жүрек ауруы бәсеңдеп, ұйқысы жақсара бастайды және де тәбеті ашылады. Қандағы холестеринді азайтады. Шала туылған балаларға ем ретінде қолданылады. Сонда олардың салмағы артып, қалыпқа келе бастайды. Дәрумені көп ара сүтінің бұдан басқа дертке шипасы бар. Демікпе дертінен жапа шегетіндерге кейбір тері ауруларына, қан азайғанда, буындағы ревматизм ауруларына да таптырмайтын ем. Әсіресе бойындағы қуаты қайтып, қартайған адамдар үнемі пайдаланса, қан қысымы бірқалыпты болып, көру қабілеті жақсарады. Қан қысымынан зардап шегетіндер күніне 20-30 мг пайдаланған соң ауруынан айыға бастайды. Урологтар оның жыныс бездерінің қабілетін дамытатынын айтты. Ара сүтінен жасалған дәрі бір шаранаға зар болып жүрген әйелдерге, белсіздік танытатын ерлерге бірден бір пайдалы ем. Жіті зерттеуден өткен ара сүтінің ерекше қасиетін тапқан дәрігерлер күш-қуатты арттыру үшін оны ғарышкерлерге, спортшыларға аса пайдалы тағам ретінде береді. Есе сақтау қабілетін жақсартуға да септігі өте мол. Жуырда Ұлыбританиядағы сән салондарында косметологтар бет терісін жаңартудың жаңа әдісін ойлап тапқан болатын. Олар араның уын пайдалана бастады. Бұрындары араның уы өте қауіпті деп саналып келсе, бүгінгі зерттеулер оны жоққа шығарып отыр. Алғашқы жаңалыққа құмартушылардың қатары тіптен артқан. Ең алғашқысы Чарльз Ханзаданың жұбайы Камилла болыпты. Ол сәндік процедураның кереметтігін айтып, тамсануда. Демек, бұдан кейін жасаруға ден қойғандардың саны тіптен артатыны сөзсіз. Косметологтар ара уының ботоксты ауыстыратынын айтады. Одан жасалған маска бет терісін жақсартып, ұсақ әжімдерді кетіріп, тері жасушаларының қартаюын тежейді. Бұл ғажайып жаңалықтың авторы косметолог Дебора Митчелл. Ол жаңа әрі керемет жаңалыққа құмартушыларды бір рет қабылдағанының өзі 55 фунт стерлингке бағалап отыр. Бұл ем 30 жастан асқан әйелдерге арналған.
Косметолог Дебораның айтуынша, соңғы кездері пластикалық хирургияның көмегіне жүгінетіндердің саны кеміген. Сәнқойлар пышаққа түспей-ақ сұлулығын сақтап қалу үшін арзанырақ осындай көмекке жүгіне бастаған. Жақын арада саудаға құрамында араның уы бар гельдер мен лосьондар түсе бастайды. Оның көмегімен көптеген тері проблемасынан арылуға болады. Соның ішінде целлюлитке де әсері мол. Міне осылайша араның сүтінде, уында көзін тапсақ кәдеге жаратуға болады екен. Елімізде еңбектеніп жатқан ара шаруашылығының тізгінін ұстағандар екі есе пайда түсіретін осындай іске бет бұрса дейміз. Алайда тізгінді тарта тұруға әкеліп тірейтін тірліктер жетіп артылады. Араның бүкіл өн бойындағы пайдалы заттарды кәдеге асырмақ түгілі, оның балының өзін өндіруде де біршама кертартпалық бар. Әуелі балдың өзін табыс көзіне айналдырып алсақ та жарар деп есептейтіндер де жоқ емес. Тың жаңалықты қос қолды көтеріп қолдап кетуге келгенде маман тапшылығы да кері шегінтеді. Расында да еліміздегі косметологтардың дені ескі әдіспен жұмыс істейді. Ал дәрінің 90%-ын шеттен тасып жатқанда, одан дәрі жасап шығаруға қауқарымыздың жоқтығы тағы анық. Әйтеуір, қолды байлайтын мәселелер жетіп артылады. Сонда әлемді тамсандырар жаңалықтар біздің елде қашан ғылыми негізде жолға қойылар екен? Сіздің осы орайдағы ойыңызды жаза кетіңіз. Және де сөзіміздің соңында халық емшісі Амалбек Серқұловтың осы орайдағы ойын айта кетейік. Әрине, ара емінің пайдасы ұшан теңіз. Өзім араға шақтырып емдеймін. Оның уы мыңда бір ауруға ем. Бірлі-екілі халық емшілері пайдаланбаса, көбіне медицинада оның шетелден әкелінген дәрілерін қолданады. Оған арнайы зауыт ашудың қажеті жоқ шығар. Дегенмен, аз-аздап еліміздегі фармацевтика компаниялары қолға алса, бюджеттің бүйірін толтыруға сеп болары сөзсіз, дейді емші. Видеомыз ұнаған болса, комментарийде өз ыстық ықыластарыңызды жаза кетіңіз. Және де видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Және де осы видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септіктеріңізді тигізіңіз. Келесі видеоларда жүздескенше аман, сау тұрыңыздар.